Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын манник с творогом жасайтын боламыз. Ол үшін алдымен керек заттарымызды дайындап аламыз. Айран қосамыз, қант және жұмыртқа, творог, манник және ванилин және разрыхитель қосатын боламыз. Алдымен біз бөлек ыдысқа айранымыз бен манкамызды араластырып аламыз. Бөлек жарты сағатқа араластырып қойып қоямыз. Бұғып тұру керек. Енді творогымызды салып ыдысымызға жұмыртқа қосамыз және қантымызды саламыз. Енді ванилин, разрыхитель қосып, блендермен бір келкі масса болғанша араластырып аламыз. Барлық керек заттарды описанияға жазып қоятын боламын. Осылай жақсылап араластырып алған соң, жаңағы араластырылған манкамызды осы массамызға саламыз. Енді тағы да блендермен араластырамыз. Бір келкі болғанша араластырып аламыз. Міне осылай болып шығады. Енді ыдысымызды майлап, оған манка сеуіп, аунатып, барлық жеріне тигізіп жеп шығамыз. Міне осылай. Енді осы ыдысымызға массамызды құйып, қызып тұрған пеште 180 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Міне біздің пирогымыз дайын. Өте дәмді болып шығады. Бетіне сахарный пудрасы шаштым. Егер керек қаламасаңыздар, шашпасаңыздар болады. Осылай кесіп шықтық. Дәмі өте керемет болып шығады. Міне осылай нәзік, жұмсақ болып шығады. Сіздерге де жасап көруді кеңес беремін.